Сәлем достар, сіздермен бірге Нұрғали фильм. Бүгін сіздерге Бладшот фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Кениядағы құтқару операциясынан кейін ақш спецназы Рей және оның әйелі Джина Италияның теңіз жағасында қалаға демалуға барады. Алайда оларды Мартин Акс бастаған жалдамалы тобы ұрлап әкетеді. Олар арнайы жасақтарды кім басқарғанын білгісі келеді. Рей айтқысы келмегеннен кейін Акс Джинаны және Рейді өлтіреді. Рейді американдық мүгедек әскери қызметкерлеріне арналған кибернетикалық құрылғыларды жасауға маманданған компаниясы қайта тірілтеді. Компанияның бас директоры доктор Эмиль Хартинг Рейге оның биохимиялық конструкцияларды нантиндерді пайдаланып тірілткен алғашқы адам екенін айтады. Рейдің жады қайта оралып есіне түседі. Ол Малайзиядағы зертханасынан қашып, Джинаның өлімі үшін Акстан кек алғысы келеді. Компьютерлік дерек қорларды бұзу үшін нантиндерді пайдаланады. Рей Акстың Венгриядағы екінші екенін біледі. Рей түнелде көліктер бағанасын жауып тастап, күзетшілерін, одан кейін Акстың өзін өлтіреді. Хартинг қашқындар деп санайтын бұрынғы компания қызметкерлерін жою үшін Рейдің жадына Джинаның өлімі туралы жалған естеліктер орнатады. Жаңа естеліктерді жазып алғаннан кейін компанияның бас директоры Эмиль өзінің бұрынғы әріптесі Ник Баристі өлтіру үшін жібереді. Джинаның өлтірілген деп ойлайды. Рей Барис пен оның күзетшілерін өлтіргеннен кейін техник Уганс Баристің өлімінен кейін электромагниттік бомбаны іске қосады. Бұл Рейді қабілетсіз етеді және зертханамен байланысын жоғалтады. Рейді қайта тірілткеннен кейін Уганс компания директоры Эмиль оны жалған естеліктері бар өлім машинасына айналдырғанын айтады. Осы уақытта Дальтон мен Тиббс Рейді ұстап қайта бағдарламалау зертханасына алып келеді. Бірақ қайта бағдарламалау кезінде Кейт пен Уганстың көмегімен бостандыққа шығады. Кейін Рей лифт басында Дальтон мен Тиббспен төбелеседі. Рейс Эмильді өлтіруге барады. Эмиль гранатамен екінші рет атқанда Рей екеуі бірге жарылады. Уганс пен Кейт Рейді қайта тірілтеді және кино осылайша фильм аяқталады. Фильм ұнаған болса лайк басып комментарийға өз ойларыңызды жаза кетіңіз.